барынша бұл қадір түні біздің үмметімізге артық қылып берген. Біздің үмметімізге, мысалы бізден алдыңғы үмметке ондай мүмкіндік берілмеген екен. Қараңыз, инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Біз Құранды қадір түнде түсірдік. Уама адрака ма лайлатул қадр дейді. Қадір түні не екенін білесің ба дейді. Ей Мұхаммед, қадір түні не екенін білесің ба? Біз білдірмесек, сен оның қадірін түсінбейсің. Біз оны түсінеміз дейді. Біз саған қадір түнін саған жеткіземіз. Бұны сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис естиді. Бану Исраил бар, пайғамбарымыз исламнан бұрын үмбет болған Бану Исраилдер. Сонда 4 бағандағы мужахид болады. Алла үшін соғысатын ше. Соның ішінде айтылады, бағандағы Аюб, Закария, Нун деген 4 кісі Алланың сүйген құлы 80 жыл бойы Алла үшін соғысқан екен. 80 жыл тоқтаусыз, үздіксіз Алланың жолында соғыста болған. Енді бұрынғы үмметтерде біздің үмметімізден қарағанда өмір жасы ұзақырақ болған. Түсінесіз ба? Мысалы, Нух алейхиссалам 1000 жыл өмір сүрген деп айтылады. Нух алейхиссалам. Бірақ Нух алейхиссалам бұл жалған өмірді былай сипаттайды. Бұл өмір бір үйдің 2 есігі секілді. Бір есігінен кіресің, екінші есігінен шығып кетесің дейді. Көрдіңіз ба? Яғни 80 жыл бойы Алланың жолында соғысқанда, сонда сахабалар бұны естіп таңғалады ғой. Неткен бақыт. 80 жыл бойы Алланың жолында жүрді деп ше. Ал біздің өміріміз қысқа ғой. Мысалы 80 жыл бойы ондай жорықтарға шыға алмайды ғой. Сонда мына аят түскен екен ғой, осы аятта. Ей Мұхаммед, қадір түнін сен қадір қасиетін білесің ба? Білмейсің бұны. Лайлатул қадри хойру мин альфи шахр дейді. Қадір түні 1000 айдан артық дейді. Көрдіңіз ба? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түні кім құлшылықпен өткізетін болса 1000 ай құлшылық қылғандай тең болады. Сонда сахабаларың таң қалды ғой, одан да таң қалатын нәрсе жіберді Алла Тағала.